Балалар, біз қазір сендермен мақал мәтелдерде ойын ойнайық. Келісесіңдер ме? Олай болса, бірінші мақалымызды бастаймыз. Бұл ойында мен мақалдың бас жағын мен айтамын, сендер жалғастырасыңдар. Түсінікті ме бәріңе? Қараңдар, мынау мақал. Суретте не көріп тұрсыңдар? Бала, мынау не? Тіл и бал. Дұрыс айтады. Дұрыс айтады. Бала, тіл, бал. Дұрыс айтасыңдар. Ал келесі мақалымыз. Қараңдар. Әке, астан. Келесі мақалды қараңдар. Мынау не балалар? Көз. Дұрыс айтады. Ал мынау қағаша қалай айтамыз? Мынау көз, мынау қол. Дұрыс айтады. Олай болса мақал. Көз қорқақ, ой жарасты. Көз қорқақ, осымен мақалды бітірдік. Бізге келесі ойынымыз бұл жұмбақ шешу болады балалар. Жұмбақтарды шешеміз бе? Олай болса қараңдар балалар. Мынау не? Мынаның аты қалай аталады қазақша? Мынау не? Құлақ. Ал мынау не? Ал мынау не? Ондай болса, бірінші жұмбақты тыңдаймыз. Құйрығынан тұмсығы ұзын. Ол не екен? Құйрығынан тұмсығы ұзын екен. Ол не балалар деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтады. Тіл екен. Жарайсыңдар. Бір дұрыс таптыңдар. Олай болса балалар, келесі жұмбақты шешеміз бе? Тыңдаңдар. Күнде оған қараймын, қара шашымды тараймын. Ол не деп ойлайсыңдар? Күнде оған қараймын, қара шашымды тараймын. Ол не? Айна. Мынау не балалар? Дұрыс айтады. Домбыра. Ал мынау не? Ресница қазақша кірпі. Дұрыс айтады. Ал мынау не? Дұрыс айтады. Асық екен. Олай болса, жұмбақ тыңдаймыз. Тиіп қалса жырлаған, дауысы көпке ұнаған. Ол не? Тиіп қалса жырлаған, дауысы көпке ұнаған. Мынаны қайсысы? Дұрыс айтады. Ол домбыра еді. Жарайсың. Домбыра. Тиіп қалса жырлаған. Келесі кім бізде? Билал ата ғой. Бірақ рет шертеміз. О, міне біраз сенікі жеңіске жетті. Жақсы, өзің ала ғой. Енді Бағдан ат. О, асық сыртқа ұшып шықпа де. Бағдан жарайды. Құлатқаның үшін саған бір асық. Қалай балалар, сендерге ойын ұнады ма? Балалар, мынау келесі ойын. Бұл ойында қараңдар. Мынау не? Ағаш. Дұрыс айтасың, ағаш. Арқамда тұрған не ол? Глина демес, қазақша не дейміз? Топырақ. Дұрыс айтады, бәрі айтады. Топырақ. Олай болса, қараңдар балалар. Ағаштар. Не жасайды мына жерде? Мына жердегі заттардың қайсысын ағаштар деп соғын? Кім айтады? Қазақша қалай болады сұмдық? Сандық. Ал Маша сандық. Ағашқа қарай. Тағы да осы заттардың ішінде ағаштың жасалған заттар бар ма? Бесік. Ал билер жүгірші бесікті. Көтір. Тағы да. Дұрыс айтады. Құмыраны тоқастан
жасайды екен, иә? Жақсы.